Кофенің 6 пайдасы мен 6 зияны. Кофенің пайдасы туралы біздің каналымызда толық түсіндіретін боламыз. Бірінші, сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арғы адамдардың бойында 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10% ғана. Осы ыдыраған май жасушалардың ағза бойында энергия көзі ретінде пайдаланады. Күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бөлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне бір шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтады. Үшінші, жаттығудан кейінгі бұлшықет ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшықеттегі ауырсынулардың 0 мен 10 балл аралығында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендігі анағұрлым төмен болған. Бауыр асқазан ауруларын алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға, қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанда қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендеткені анықталған. Бесінші, диабет, альцгеймер мен Паркинсон ауруларынан құтқарады. 4570 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабеттен шалдығу қаупін 7%-ға төмендеткені дәлелденген. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ, алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп тұру керек. Паркинсон ауруы да сондай. Алтыншы, кофенің қантқұрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ қара кофе ішуге кеңес береді, себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Кофенің зияны. Бірінші, ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдында 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Екінші, кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәріден оны кофемен бірге ішуге болатын болмайтын туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерінен арттырып немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Үшінші, ана болу мүмкіндігін азайтады. Ринодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Төртінші, кофе тәтті құмарлыққа келеді. Кофе ішкен адам жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австриялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген, екіншісіне ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мг, ал екіншісі 273 мг ғана тәтті сусындар ішкені анықталады. Бесінші, кофе түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатында ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500-де жұпқа зерттеу жасалады. Олар күніне 2 шынаяқтан артық кофе ішкендерге түсік тастау қаупі жоғары болғанын анықтады. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішуде зиян дейді ғалымдар. Алтыншы,
қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 бен 45 жас аралығында 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есеге жоғарылайтынын дәлелдеді, ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерге ол 3 есеге жоғарылайды. Қорытынды. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары да бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мг ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ал шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс.